факультет декандары кәсіптік бағдар беру тұжырымдамасын заманауи деңгейде қайта қарап, сыртқы тұтынушылар арасында білім беру бағдарламаларының имиджін жұмысын күшейту, бейіндік пәндер бойынша мектеп оқушылар арасында пәндік олимпиадалар, семинарлар, әр уақытта конференциялар өткізу, университеттің жетістіктерін кең көлемде ақпараттандыру, дарынды балаларға университеттің ішкілік гранттар бөлінетінін және бекітілген ережеге сәйкес әлеуметтік жағдайларына байланысты оқу ақысына жеңілдік бар екенін жеткізу. Кафедра меңгерушілері кәсіптік бағдар беру жұмыстарын тек соңғы оқу сыныптарына ғана жүргізбей, 9-10 сынып оқушыларымен жұмыс жасауды жандандыруды қазан айынан бастадық. Факультетте және кафедра бекітілген мектептермен жыл 12 ай тығыз жұмыстар жүргізу бойынша жол карталарын жасап, жаңа форматта жүргізуді қолға алуды тапсырылды. Қашықтан оқыту технологиясына студенттер тарту үшін Шымкент қаласы мен Түркістан облысындағы колледждер мен кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жоғары деңгейде ұйымдастыру. Шымкент қаласы мен Түркістан облысындағы ірі кәсіпорындармен келісім шартқа отырып, жұмыс берушілер тарапынан оқу ақысын төлеп оқытатын студенттер санын арттыру. Бұл өз кезегінде университет рейтингісін көтереді және жұмысқа орналастыру мәселесін шешетін тетіктердің бір көзі болып саналады. Құрметті әріптестер, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында біздің алдымызға жоғары білім беру сапасын арттыруды қамтамасыз етудің бірінші кезектегі міндет етіп қойды. Университеттер экономиканың нақты секторына қажетті кадрларды дұрыс дайындауға, жауапты болуға міндетті делінген. Қазіргі таңда заманауи университет жай ғана оқу орны емес. Ол студенттерге білім беруді жүзеге асыратын өңір мен елдің қоғамды дамытудың және зияткерлік элитасын құрудың нағыз орталығы болуы керек. Қазіргі кезде университеттің білім берудің ерекшелігі білім мен ғылымды әлемдік инновациялық үрдістерге негізделген мамандарды дайындаудың кеңдігі мен пәнаралық байланысы екенін атап өткім келеді. Келесі слайдта, сондықтан бұл бағыттағы маңызды қадам біздің білім беру бағдарламаларымызды еңбек нарығындағы өзгерістерді ескере отырып, және жаңа атласта көрсетілген сұранысқа ие білім беру бағдарламаларын жаңарту болып табылады. Бүгінгі таңда университетте бакалавриаттың 18 бағыты бойынша 39 мамандар, магистратураның 7 бағыты бойынша 8 мамандық білім беру қызмет құқығына лицензиялары бар. 22-23 оқу жылында біз 15 скептикалық ой бар. Біз баланы көтеру үшін сабаққа түскен дейін барады, түстен кейін қайда барады, қайтан сабаққа барады. Сонда түскен дейін сабақта толық білмей қалды ма еді? Неге ондай? Неге ол бала түстен кейін спортқа бармайды? Неге өнерге бармайды? Неге волонтерствоға бармайды? Біздің ойымызша, біз осындай клубтар немесе осындай жобалар жасау арқылы балаларға мүмкіншілік бере аламыз. Мысалғы, ойлап көріңіз, 9-10, 11 сыныпта кәсіптік бағдар бар. Кәсіптік бағдар бойынша кім айналысады? Мектеп директорының орынбасары. Дамыған мектептерде педагог профайлинг бар, барлық мектепте. 2022 жылы біз сол кездесуде болғанбыз. Қазір сол кездегі вице-премьер-министр Торжанов мырзаның кездесуінде болғанбыз. Әр мектептерде педагог профайлинг енгіземіз деп мамыр айында айтылды. Енді қыркүйек айынан басталды. Жаңа корпуста біздің Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеттің студенттері, профессор оқытушы құрамдары жаңа ғылыми жұмыстардың барлығы осы ғимаратта өткізілетін болады. Жалпы құрметті әріптестер, біздің университетте цифрлық университетке өту бойынша трансформациялық жұмыстар жүргізіліп, университеттің цифрлық экожүйесі қалай? Сол бойынша біз бүгінгі таңда сондай жұмыстарды жасап жатырмыз. Университет білім беру қызметі аймақтың жетекші кәсіпорындарымен тығыз бірлестік аймақтық экономиканы дамытудың басым бағыттары бойынша қажет болып табылатын құзыреттілік, жиынтығы мен тәжірибеге және жобаға бағытталған кадрларды дамытуға бағытталған тиісті кадрларды дайындау, Шымкент қаласының дамытудың бағдарламасымен Түркістан облысының даму бағдарламасымен үйлестіру болуы тиіс. Өйткені білесіздер, өткенде ғана
президентimiz Қасым-Жомарт Кемелұлы Шымкент қаласына, Түркістан облысына келген кезде осы Шымкент қаласы 3-ші мегаполис, Түркістан облысы түрк әлемінің астанасы деп, сол жерге даму бағдарламасы бойынша көптеген тапсырмалар берген болатын. Ол жерде тек қана тапсырма емес, яғни сол берген тапсырмаларға қажет